Бүгін Марғұға сергек оянды. Кешеден бергі құйған дәрінің әсері болар. Түнде көп жете-алмай, бастырылықтамай, түсте көрмей жеңіл ұйықтады. Емнің аты ем-ау, көкірек тұсының қызғанғаны да басылғандай. Дәрігер деген ажалсызға себепші екен ғой деп ойлап қояды. Ауруханадағы ертеңгі қарбалас шақ. Таң атар атпастан неше дүркін келіп, қан алып кетті. Адамның қолын қайта-қайта піскілеген жер шіркін-ай, бәріне жетерлікті етіп бірақ алмай ма екен деп те сөгіп қояды. Марғұға осы күні дәрігердің түрі де көп деп қалды. Біреу жүрек дәрігерімін дейді, келесісі өкпенің маманымын дейді, тағы біреу жүйке тамырын қараймын деп кезек-кезек келіп кеудесін бір тыңдап кетіп жатты. Марғұға естімеген аурудың түрін айтып келгендері тағы бар. Бұлар сонда мені бөлшектеп қарамақ па деп күліп қояды. Мұнда түскен кездегісіне қарағанда жағдайының оңалып келе жатқанын болар, көңілі сергіп, бойы жеңілдегендей. Көңілінде қуатты. Келгелі өзін қарап жүрген дәрігер келіншек кіріп, апа, қалай ұйықтадыңыз? Қан қысымыңыз дұрысталды ма? Жүрегіңіздің соғысы да қалыпқа түсіпті. Қорқыныш жоқ деп қуантып қойды. Кешеден бергі білегін бунап тұрған аппараттарды шешіп тастады. Екі білегінің еркі өзіне тиген Марғұға байлаудан босаған бұзаудай сезінді өзін. Құдай тілеуіңді берсін айналайын деп қояды. Орныңыздан бәрібір тұруға болмайды, апа. Көп қозғалуға әлі ерте. Кезекші медбике қасыңызда енді отырмайды, келіп-кетіп жүреді. Бір нәрсе қажет болса, мына түймені басыңыз, біз келеміз деді, бас жағындағы жыпырлаған көп асайым сүйегінің ішінен біреуін көрсетті. Марғұға тағы да оңаша қалды. Бой серген соң жан-жағына теріс салып қарағандай. Жатқан жері кең, жарық, ат шаптырым бөлме екен. Төбесі де биік, ауасы тыныстың кеңейткендей. Терезеден қиғаш түске күннің алғаш сәулесі көңілге жып-жылы шуақ құйғандай. Сыртқа шығып жүрген күн шуақта отыра алмайды. Марғұғаға төсекте жатқан соң осылай көрінді ме екен. Марғұға сонда барақ үйдің бір бөлмесінде тұратын немере сіңлісін пана тұтып, жаңбырдан қорғалаған торғайдай су болып қонған түні сірә осындай жағдаятқа құрметке жетермін деп ойлап па екен. Ойлаған жоқ. Алды күмән мен күдікке толы. Жақсылықтан күдер үзе бастаған ол сонда жастыққа бетін басып ұзақ жылады. Қазір есіне сол түсіп кетті. Құдай жарылқайын десе, әр нәрсенің қисынын тауып, қиюын өзі келістіреді екен ғой деп қойды. Ертесіне түске таман Марғұға көңілін тоқтатып, тағдырдың салғанын көріп, алмаққа бекініп көшеге шықты. Органның адамдары баратын уақытқа қарай өзінің үйіне жақындады. Буындарынан әл кетіп, зордың күшімен тәлтіректеп әрең келеді. Бұл тінтулер немен аяқталар екен? Үйіне не іздеп таппақшы? Бәрі жасырын құпия, анығын білмеген соң бұған үрейлі. Келсе есік ашық тұр. Кіре берсе бөтен-бөтен заттар пайда болған. Біреулер тұрып жатқан сияқты. Бұның кетерде көтере алмайтын болған соң қалдырып кеткен киім-кешектері коридордың бір бұрышында үйілі тұр. Бұл аңырайып тұрды да қалды. Жас бала көтерген кейуана шығып мұны көріп қайта ішке кіріп кетіп еді, барып айтқан болу керек, үй иелері көрінді. Білетін кісілер екен, белгілі ақынның отбасысы көшіп келген көрінеді. Марғұға қайта айналып келетінін ешкім күтпеген тәрізді. Бұны көріп бәрінің көздері шарасынан шығып, тілге келе алмай, состиып тұрып қалды. Әлде бір пәлесі жұғып кетер ме екен деп қорықты ма екен? Болмаса даушар жасар деді ме екен, қабақтары түсіп кетті. Бұл да тапжыла алмай сол тұрған жерінде қаққан қазықтай қатты да қалды. Не алға өтерлік, не кейін чегініп шығып кетерлік дәрмені жоқ. Көпті көрген адам ғой,
әуелі ақынның анасы есін жиды. Кіре ғой қарағым деп жатыр. Ішке кіргізбейсің бе деп баласына қатқыл сөйлеп қояды. Бұл ілгері қарай бір-екі қадам аттады. Ашық тұрған қонақ бөлмесінің есігіне жақындағанда барып үйде қонақ барын аңғарды. Кір, шайға отыр десті. Маруға босағаға жақын тұрған орындыққа тізе бүкті. Бір қауым отырған секілді, бірақ маңдайында халықтың жауының әйелі деген қарғыс таңбасы бардай жүзін көтеріп қарай алмайды. Стол шетінде екі иінмен дем алып буы бұрқырап үлкен самаурын тұр. Ақынның келіншегі шай құйып отыр. Пісіп жатқан жас еттің иісі шығады. Бейбіт күнгі өз үйінің тіршілігі есіне түсіп кетті. Шаттығы шайқалмаған, ұясы бұзылмаған, бақ-береке ұйыған отбасының көрікті заты. Ақынның әйелі отырған жерде бұл да сызылып шай құйып жеді. Баянсыз бақ, тұрлаусыз дүние-ай. Көз адылып бұлдырап жүре берді, іші алай-дүлей. Дастархан басында қолайсыз тыныштық орнады. Марғуаның келуі әдемі отырыстың шырқын бұзғандай. Бұл сонда егер жердің жарығы болса кіріп кетердей-ақ еді. Әттең, амал жоқ. Кенет әлдекім тамағын кенеп жеңіл жөтіргендей болды. Бұл демін ішіне тартып қалпына болды. Жып-жылы үнмен: Маруа, шырағым, амансың ба деген өзіне қаратып айтылған майда қоңыр дауысты естіді. Бірден таныды. Тек сол кісі ғана бұның атын атағанда гарпын созып ерекше әуезбен айтушы еді. Бұл басын сәл көтеріп еді, қақ төрде отырған кемеңгер Мұхаңды, Мұхтарды сонда көрді. Рахмет аға, мен аманмын ғой. Ау, деп барып тоқтадым. Иә қарағым, қайда тұрып жатырсың? Жамбыл ауылында, деді ақырын. Бірақ қай облыстың Жамбыл екенін ешіктеп айтпады. Балаларың қалай? Аман есен бе? Аманшылықта, сол балалардың қамымен жүретін. Мына сүргіштеп жабылған бөлмеге Мұханның біраз киім-кешектері, кітаптары қалған. Қазір адам келіп ашып берді. Соларды алып кетуге келдім, деп бұл жүрісінің мәнін түсіндіріп, ал олардың Мұханның қағаздарын қарауға келетінін айта алмады. Жөн.